Келе ғой қызым, кел. Бүгін мен құрт жайып жатырмын. Сен құрттың неден жасалатынын білесің ба? Білмеймін. Құрт дегеніміз бізден сүттен жасалады. Яғни сүтті біз ұйытып, сосын оны күбіге пісіп, майын бөлектеп аламыз. Майын бөлектеп алған қалған айранды біз қайнатып, қалтаға құйып, сары суынан ажыратылғаннан кейін бізде осындай әдемі сүзбе пайда болады. Сол сүзбені біз әдемілеп, қолымызбен қысып, осындай әдемі құрттар жасаймыз. Сосын құрт дегеніміз біздің ағзамызға, ауыз қуысымызға өте пайдалы. Құрт дегенді апаларымыз шөлін басады, асқазанға жақсы деп бұрында апаларымыз қалталарына салып отырған. Және апаларымыз осы наурыз көже, ұлттық тағамдарымызға және де сорпаларымызға апаларымыз осы құртымызды қосып, әдемілеп жейтін болған. Және бұл құрттардың түрлері майлы құрт, майы алынған құрт деп өздері түрлеріне бөлінеді. Түсіндік қой, иә? Біз мына құртты әдемелеп жайып алайық. Құртты сен маған көмектесесің ба? Көмектесем. Жарайды, қызым, рахмет. Кән екеуміз әдемелеп құртымызды жайып, бұны біз азанда әдемелеп керегемізге жайып, кептіріп, бұл құртты біз қысқа сақтайтын боламыз, иә? Иә. Қыстың күні адамның иммунитеті